Мамандар айтады, қазіргі кезде жастар бір жаққа жантая жүру, белінің бүкірленуі деген секілді дерттер өршіп кеткен. Мұны ғылым тілінде сколиоз дейді. Ассалаумағалейкум. Эфирде ғылымстан тележобасы. Тізгінде мен Нұрбек Бекбау. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз осы омыртқаның қисаюы мәселесіне арналады. Дәл қазір біздер цифрлық замандамыз, сондықтан қара жұмыстан көптеген азаматтарымыз босады. Оқуды да, қызметті де компьютерге қарап отырып жазамыз, шығарамыз десе де, осы үлкен бір мәселеге алып келді. Омыртқаның қисаюы дейтін бір дерт қоғамда өршіп барады. Жанымызда Нұрбек Нәдіров осы сколиоз дертін жазып жүрген, жаңаша емдеудің тәсілдерін енгізген ғалым. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сіздің бір еңбегіңізден оқып қалдым, мақалаңыздан сколиозға шалдыққан балалардың саны күн сайын артып барады деген. Ол неге байланысты? Статистиканы айтып өтсеңіз. Жалпы бұл сколиоз деген сөзіміздің өзі бұл омыртқаның жанына қарай қисаюын айтамыз. Балалардың, көбінесе кездесетін балалар. Статистика жағына келетін болсақ, бұл біздің еліміздегі Қазақстандағы статистикада 2011 жылы статистика жүргізілген, именно және сколиозды анықтау үшін. 37-36 мың адамнан тіркелген сколиоз. Оның 31 мыңы, 36 мың жалпы болса, 31 мыңы 18 жасқа толмаған жас балаларда болған. 31 мың, ол дегеніміз 90% деп айтсақ та болады. Оның қазір жалпы есептеген кезде 31 мыңның 10%-на операция қажет деп есептесек, 10%-дың өзі 3 мыңдай болады. 30 мың жалпақ есептесек. Оны біз жылына біздің елімізде қазір 200-ге жуық операциясын жасаймыз осы омыртқаның. Нұрбек, мынандай мәселе ғой, келтіріп отырған деректеріңіз, цифрлар кәдімгі адам шошырлықта неге көбейіп кетті? Ол, мен ойлаймын, ол көбейген деген мағына сөзді айту қиын шығар, өйткені ол бұрында болған деп ойлаймын, ол арнайы ешкім онымен айналыспаған. Жалпы мына осы сколиоздың, омыртқаның қисаюын хирургиялық еммен айналысатын мамандарды шетелде spine surgery дейді, вертеброхирург дейді, вертебролог деп әртүрлі сөзбен айтады. Бұл вертебрологтардың жалпы хирургиялық еміні кеш дамыды. Осы қарқынды дамығаны 1980 жылдары бері. Сондықтан енді біздің елде енді жалпы дамып келе жатыр бұл әлемде. Енді көңіл бөлініп жатыр. Бұрын Горбатова, могила исправить деген сөз бар еді ғой орыстың. Сол сөздер осы Горбатый дегеннің барлығы сколиоздар. Бүкірлік. Бүкірліктің бәрі сол осы сколиоздар. Адам омыртқасы қисайған кезде омыртқамен бірге қабырға да қисаяды. Қабырға арқасында кәдімгі горб сияқты болып шығып тұратын сол сколиоздар барлығы. Біз оның қазір хирургиялық емін жасап жатырмыз. Бұрын хирургиялық тәсіл қиын бет, сіздің біраз дүниелерді өзгерткеніңізді, енгізгеніңізді білеміз. Не енгіздіңіз осы салаға? Мен Санкт-Петербург қаласында институт Турнера деген ортопедиялық ғылыми зерттеу институты бар. Сол жерде осы сколиоздың хирургиялық транспедикулярный шегелеу дейді, транспедикулярный фиксациямен соның хирургиялық тәсілін ойлап таптық. Сол жерде жаңағы тәжірибеге енгіздік. Қарапайым тілмен айтсақ, қалай түсіндіруге болады оны? Қарапайым түсіндіргенде бұл омыртқалардың барлығына екі шегелейміз былай айтқанда. Мысалы, омыртқаны представлять еткенде 3D форматта жолын өтеді омыртқаның ішімен. Сол омыртқаның передний колонна дейді, средний, задний, екеуінің қосатын жолының екі жағында корень дуги дейді. Біз шегені сол корень дугидан өтуіміз керек. Если біз ішке кіріп кетсек, жұлынды зақымдаймыз. Ол кезде операциядан кейін аяғын қимылдатамай қалуы мүмкін науқас. Сыртына шықсақ, ол жерде де жұлыннан шығатын корешоктар бар. Біз соны сол жердегі шегелеп, соның хирургиялық қалай коррекция, бірінші қай жағына коррекция жасау керек деген хирургиялық тәсілін ойлап таптық. Олмен патент алдық, ғылыми мақалалар шығардық. Сонымен менің ғылыми жұмысымды сол жерде қорғадым. Операция қанша уақытқа созылады өзі? Операцияның созылатын уақыты шамамен 3,5-4 сағаттан ары қарай. Ең ұзақ болған менің операциямның біреуі 11 сағат. Ең ұзақ болғаны. Дәл қазірде операциядан шығып отырмын. 5,5 сағаттай жасадық қазір.
Сол орта есеппен 6-5-6-7 сол жобаларда сағат. Операциядан кейін қанша уақыттан кейін адам жүріп кетеді? Операциядан кейін жалпы екінші, үшінші күні біз уже оны тұрғызамыз аяғына. Бірінші операция жасаған күні олар реанимацияда болады. Содан кейін отделениеге келесі күні ауысқан кезде сол күні или тағы бір күннен кейін екінші, үшінші күні операциядан кейін біз оны аяғына қоямыз. Жайлап жүріп қайтадан үйрене бастайды ол. Өйткені ана қисық омыртқаға үйреніп қалған ғой ол. Соны біз былай түзе жібердік қой, металл темір қойып, шегелеп, армировать етіп, соған уже жаңадан үйрене бастайды жүруді. Өйткені құлап кетуі мүмкін қайтадан. Сол бір 7-ші күні біз оны уже үйіне шығарамыз. Жаңағыдай бүкірлік, омыртқаның қисаюын емдемесе не болады? Неге алып баруы мүмкін? Өкінішке орай оны емдемесең, оны көбінесе жалпы жас бала кезінде анықтап жасаған дұрыс отаны, жаңа подростковый период кезінде. Өйткені одан кейін ол қатаят, ол қайтадан қисая береді ары қарай. Іштегі органдар бар ғой, жаңа біздің жүрек, өкпе, бауыр бәрін қыса бастайды. Жалпы жаңағы мақалаларда оқыған кездескендер бар, олардың өмірі ұзақ болмайды. Бұрын жаңағы горбатый дегендер ұзақ өмір сүрмеген. Өйткені бүкіл омыртқаларын қысады, басқа да органдар бар, жаңағы бүйрегі бар, бәрін ығыстырады былай айтқанда, ішкі ағзаның бәрін. Қазір сізді көріп отырған ата-аналар болса, қандай сипаттамалары бар? Баланың омыртқасы қисайып жатыр, бүкірейіп бар жатыр дегенге байланысты. Бірінші сипаттама жалпы негізі баланы туылғаннан кейін, бір айдан кейін ортопедке көрінеді, бізде қазір бар өзі солай. Соны негізі 6 ай сайын көңіл бөліп, одан кейін де ортопедке көрініп тұру керек. Жалпы баланы шешіндіріп қараған кезде жауырын жабысып қалған дейтін еді ғой бұрын. Сол жалпы баланы тұрғызған кезде жауырыны бірдей бір келкі болу керек, екі жауырыны, симметричный болу керек. Сол асимметричный болса, сол сколиоздың бір белгілерінің бірі уже. Одан кейін шынтақ, локоть дейді, оны да қарау керек. Одан кейін алдына қарай кішкене еңкейтіп қарау керек. Еңкейген кезде горып шығады, ол уже қисайған омыртқадан қабырғасы да кішкене қисайып тұрады арқасынан баланы еңкейткен кезде. Сондай бір белгілер пайда болып жатса, маманға барған дұрыс деп ойлаймын. Рентген жасау керек уже ары қарай. Дұрыс диагноз қою үшін рентген міндетті түрде жасау керек. Мұнан бөлек тағы қандай жобаларыңыз, ғылыми ашылымдар? Туа пайда болған жаңағы айтып отқан сколиоздардың біз соларды неліктен ол қатты прогрессировать етеді, неден пайда болады, соны генетикалық тұрғыда тексерсек пе дегенбіз. Бүкірлік генетика қуалауы мүмкін. Ондай нелер бар, айтылған ғылыми, бірақ әлі дәлелденбеген ол. Соны біз, мен Мақсат Жабағин деген досым бар, ғалым, генетик, институт биотехнологияда жасайды жұмыс. Сол екеуміз келісіп, уже бір жылдай жаңағы обсуждация етіп, осы ғылыми жобаны тапсырып ұтып алдық. Енді 3 жылға осы мен қазір айналысып, уже бастап кеттік біз, уже анализдер алып жатырмыз, полный экзомный секвенирование жасап, бір жанұядан жаңағы әкесінен, анасынан, бір дені сау болып туылған бауырынан, және сол ауру болып туылған баланың өзінен қазақ жанұяларынан тексеріп жатырмыз, бастадық тексерісіміз. Алғашқы нәтижелер бар ма? Алғаш жоқ, біз енді басталдық қой. Өйткені алдық уже бірнеше адамнан. Оның әлі нәтижелері әлі шыға қойған жоқ, өйткені біздің гранттық осы жобамыз кеше май неде басталды ғой осы бірнеше ай бұрын. Нұреке, осы уақытқа дейін қанша ота жасадыңыз, қанша бала аяққа тұрып жүріп кетті? Енді қанша бала екенін санамадым шынымды айтсам, бірақ осы 2010-нан бері айналысып бастағалы, өзім жаңағы самостоятельно жасаған операцияларым 2012-лерден бері жасадым өзім. Жылына бір 150 жасаймын ғой деп ойлаймын. 100-150 примерно. Енді одан бөлікте менен травматолог ортопедпін ғой, жалпы травматологиялық, басқа ортопедиялық операция оталарды жасаймыз бәрін жасаймыз ғой, бұл енді ортопедиялық операцияларын. Жылына 100-деген балаға операция жасап, бойын тіктеуге, еңсесін көтеріп жүруге мүмкіндік берген Нұрбек мырзаға рахмет айтамыз. Сіңізге сәттілік, алдағы жоспарларыңыз орындалсын. Алғыс айтамыз. Рахмет.